қиын сүннет қай сүннет деп ойлайсыздар? Ау? Пандем кезбек ораза ол жолда қалады. Бұл сүннет бар ғой, бұл сүннет адамды жәннатқа кіргізетін сүннет екен. Көркем мінез ол кеше үлгі тұтудың ішіне кіргіздік. Бір сүннет амалы бар. Айтайын. Тойдыңыздар қоя? Айтайын өзім. Бұл ең үлкен сүннеті пайғамбарымыздың мына бір хадисінде екен. Бұны Анас ибн Малик деген сахабаға айтқан екен. Анас, таң атқан кезде, кеш батқан кезде жүрегіңді не істе дейді? Тазала дейді. Ешбір бауырыңа, мұсылманыңа, айналаңдағыларға, туған туысыңа жүрегіңде бір ғиш болмасын дейді. Ғиш деген нәрсе, ғиш деген алдау, дұшпандық, кек, жек көрушілік, осының барлығын қамтиды. Жүрегің не болмасын дейді? Өкпеге, назға, ренішке, жек көрушілікке, көралмаушылыққа, тәкаппар, осыдан жүрегің таза болсын деп айтты. Шамаң жетсе, таңертең және кешке. Екі мезгіл. Таңертең және кешке жүрегіңді тазалап жат деп айтты. Хада мин сүннәти, бұл менің ең ұлы сүннетім, міне. Бұл менің сүннетім деп айтты пайғамбарымыз. Фәмән ахия сүннәти, кімде кім менің сүннетімді бір штук болса да тірілтетін болса, фақода